Соңғы жылдары Меркі ауданында балық шаруашылығы қарқынды дамып келеді. Бұл іске тек арнайы шаруашылықтар ғана емес, табиғатты аялауды, туған жердің мүмкіндігін тиімді пайдалануды мақсат еткен жекелеген тұрғындар да белсене кірісуде. Солардың бірі Аспара ауылының тұрғыны, балық өсірумен 10 жылға жуық айналысып келе жатқан еңбекқор азамат Айдос Мамбеталиев. Бүгінде ол өз инкубаторлық цехын іске қосып, ақамур, сазан және толстолобик сияқты балық түрлерін өсіруді жолға қойған. Балық өсірудің барлық кезеңі уылдырық алу, көбейту және өсіру түгелімен оның өз қолымен атқарылады. Қазіргі таңда шаруашылықтың қарамағында бірнеше тоған мен көлемі бірнеше гектарды құрайтын көл бар. Көктем мезгілінде алынған уылдырықтың бір бөлігін сатылымға шығарылып, қалған бөлігі тоғандарға жіберіледі. Онда 3 ай көлемінде өсірілген шабақтар күзде негізгі көлге жіберіледі. Бірнеше жыл ішінде олар 7-11 келіге дейін салмақ жинап, табиғи жолмен өсіп жетіледі. Айдос Болатбекұлы жыл сайын көлге жаңа балық жіберіп, экожүйені сақтауға, сондай-ақ жергілікті балықшыларға мүмкіндік жасауға өз үлесін қосып келеді. Шамамен 10 жылдай болып қалды осы балық шаруашылығымен айналысып келе жатқанымызға. Бір 5 жылдай болды. Өзіміздің инкуб цех бар. 3 түрлі балықпен айналысамыз. Банағы амур деген балық, толстолоб деген балық и сазан, карп деген балықпен айналысамыз. Өзіміз уылдырығын аламыз, өзіміз көбейтеміз, өзіміз өсіреміз. Осы күз айында, күн суық айында банағы мачный поголовье, банағы амурымыз бар, толстолобымыз бар, сазанымыз бар, соларды аулаймыз. Дәу банағы тоғанымызға жібереміз. Ол жерде қыстап шығады балық. Қыстап шығады и көктемде аулап бастаймыз. Не үшін аулаймыз? Олардың уылдырығын алу үшін аулаймыз. Біздің осы көлдің басында осындай жайымыз бар, шаруашылығымыз бар. Бұл жерде барлық условия бар. Бана суымыз да бар, жаздың күні кондеріміз да бар, светіміз де бар, бәрі бар. Құдай қаласа келемдеушілерге есік ашық, келіп демалып кетсеңіздер болады. Қазіргі таңда шаруашылықта 5 адам тұрақты жұмыс істейді. Бұл ауыл тұрғындары үшін қосымша табыс көзі, әрі еңбекпен қамтылудың бір жолы. Көл маңында демалушыларға да барлық жағдай жасалған. Мұнда келушілер табиғаттың тыныштығын сезініп, еркін балық аулай алады. Бір күндік аулау ақысы 2000 теңге. Таза ауа, мөлдір су және табиғаттың сұлулығы адамға ерекше сергектік сыйлайды. Біздің Аспара ауылдық округінде 1695 халық саны бар, 321 отбасы бар. Біздің Аспара ауылымызда бір орта мектеп бар, екінші орта мектебі және бір балабақшамыз бар, амбулаториямыз бар. Сонымен қатар клубымыз бар, бір кітапханамыз бар біздің ауылда. Біздің ауылымыз шаруа қожалық бар, 50 шаруа қожалығымыз бар. 50 шаруа қожалықтың 6-ы кәсіпкер. Шаруа қожалықтарымыз көбінесе бізде егістікпен айналысады және малмен айналысады. Ал қалған кәсіпкерлеріміз бізде жаңағы үйлерінен көрпе, тігін цехтары бар, шаш таразымыз бар. Сонымен қатар жаңағы құрт ірімшікпен айналысады. Енді қазір бізде балықпен айналысатын Айдос Мамбеталиев қазір балықпен кішігірім айналысып отыр, өзінің балық кәсібін дамытып, қазір жүргізуде. Арнайы Меркі медиа үшін Жайна Оразғали, Еркін Жасыбаев, Бақыт Рахымбай.